Ал болашақ бағдарламасымен шетелде білім алған жастар қазір мемлекеттік қызметтің қазанында қайнап жүр. Әрқайсысы әр саланың білікті маманына айналған. Соның бірі Бақтияр Оспанов. Төтенше жағдайлар министрлігінде апаттардың алдын алу басқармасының бас сарапшысы қызметін атқарып жүрген ол, еліміздің интеллектуалды қорын молайту керек деген пікірде. Біздің жас мемлекетімізге интеллектуалды қорды молайту керек. Болашақ бағдарламасы нағыз осыған жол ашатын жоба. Шетелде білім алған жастар жай оқып қана қоймай, сол жердің тың жаңалықтарын жиып теріп, тәжірибеден өтіп, елге әкеледі. Сөйтіп өркендет алады. Шаяхмет Тоқыбаевта болашақ түлегі. Қазір ол қазақ жастарымен шетелдік ұландардың білім алмасу жолында еңбектенуде. Бүгінде болашақ бағдарламасымен оқу бітіргендерге мемлекеттік құрылымдарда жұмыс орны дайын тұрады. Олар келген бойда іске кірісіп кете алады дейді Шаяхмет. Елдің дамуы, өркендеуі деген ол бір жылда немесе 10 жылда болатын нәрсе емес. Мынау алғашқы қадамдардың бірі елбасымыздың бастамасы. Қазақстанның жас азаматтарын шетелге жіберіп, тәжірибе алмасып, білімін ұшқырлауына мүмкіншілік берген.